Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бір күн Қарапайым тағам каналына қош келдіңіздер. Бүгін түскі және кешкі асқа жеңіл әрі тез дайындалатын голубцы мен картошка қосылған тефтели дайындаймыз. Бізге керек заттар: болгарский картошка, пияз, сәбіз және фарш. Маған керек заттарымның бәрін осылай алдын ала ашып дайындап алам. Енді голубцидың ортасындағы салмасын бастаймыз. Бір пиязды алып, кубик-кубик қып майдалап турап аламыз. Жақсылап майдалап турап алып, оны ыдысқа салып, үстінен фаршымызды саламыз. Фаршымызды жақсылап салып, бір шеттемене қойып қоямыз. Сосын голубцыға, жаңағы тефтелиға арналған картошкамызды тураймыз. Мен 4 картошка ашыдым, оның 2-ін тефтелиға, 2-ін подливіне арнап тураймыз. Картошкамызды майда кубик-кубик қып турап, тарелкамызға салып, шетке дайындап қоямыз. Яғни картошка бізге не үшін керек? Өйткені жаңағы голубцидың ортасындағы салмасынан қалған салмамызға картошкамызды араластырып, тефтели, картошка қосылған тефтели жасайын деп жатырық. Қыздар, осылай бүкіл заттарымызды дайындап аламыз. Менімен болғандарыңызға рахмет. Соңына дейін көріңіздер. Қарапайым, қолда бар заттармен жасалатын тағамдар. Күрішімізді саламыз. Күрішті салып, үстіне кішкене сұйық майымызды құямыз. Тұзымызды саламыз. Сосын жұмыртқамызды саламыз. Бір жұмыртқа қолданамыз, сөйтіп араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. Жаңағы жұмыртқамыз бәріне біркелкі араласу керек. Фаршымыз бен күрішіміз, пиязымыз біркелкі болып араласқан жөн. Бәрін жақсылап араласып болғаннан кейін болгарскийіміздің ортасына саламыз. Болгарскийдің ортасына салғанда, қыздар, ортасына толқып үйіп салмайсыздар, шет-шетіне жабыстырып, ортасында қуысты қалдырасыздар. Сол кезде біздің болгарскийдің ішіндегі, голубцыйымыздың ішіндегі күріші жақсы пісетін болады. Осылай мен 4-еуін жақсылап салып, бізде 4 адам үйде, сондықтан 4-еуін дайындаймыз. Өстіп шетіне салып, шетіне жағып, ортасын ашық-ашық қып қоямыз. Ортасын қуыс қып қоямыз. Осылай салмамызды салып, қалған фаршқа, қалған салмамызға картошканы араластырамыз. Міне, 3 болды, тағы 4-еуін саламыз. Қыздар, менімен бірге қойып, бірге дайындасаңыздар болады. Кешкі асқа өте жеңіл тағам болып келеді. Міне, қалған салмамызға жаңағы тураған картошкамыз саламыз. Бір жұмыртқа араластырамыз. Кішкене үстінен ұн қосамыз. Бір дәу қасық ұн қоссаңыздар, сіздерге жетеді, бір 50 грамм. Бұл тамақты 4 порциясын дайындаймыз, яғни 4 адамға арнап дайындалған. Міне, үстіне ұн қосамыз. Ұнымызды сеуіп, осылай жақсылап араластырамыз. Қолмен араластырсаңыздар болады. Сіздер неге перчатка кимейсіздер деп көбісі жазады. Енді бұл өзінің отбасыңа күнде үйде перчатка дайындамайсыз ғой. Перчаткамен дайындамаймыз. Күнде кешке балдарыма қандай тамақ істеймін, түскі аста қандай тамақ істеймін, соны мен роликке түсіріп, озвучка жасап, монтаж жасап, сіздерге бір күннен кейін YouTube каналыма салам. Мен арнайы перчатка киіп, студияда арнайы түсіріп жатқан жоқпын. Сол үшін кейбір қателіктерін көз жұма қарағандарыңызға қуанам. Міне, бізде табағымыз дайын, бізге ешқандай көп ыдыстың қажет жоқ. Табаққа майымызды құямыз, сәбізімізді саламыз, пиязымыз бен сәбізімізді салып, 7-10 минут қуырып аламыз. Жақсылап қыздырып қуырамыз. Қып-қызыл болып сәбіздің көлемі өзгергенше, пиязымыз қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Міне, мына жерде 7 минуттан кейін қуырылды. Қуырып алғаннан кейін үстіне томат саламыз. Бір қасық томатымызды, кішкене тұзымызды салып, тағы 5 минутқа қуырып аламыз.
осы қуырылып тұрған оттың үстіне картошкамызды турап дайындап қоямыз. Қуырылып алғаннан кейін 5 минутымыз өтті, суланып қуырылады. Осының үстіне біз жаңағы болгарский, тефтели картошкамыз саламыз. Сонымен қоса шайға су қайнатып қойсаңыздар болады. Дайын ыстық суды үстінен құя саласыздар. Сол кезде сіз уақытыңызды да үнемдейсіз. Және де осы тамақты жасауға ар кетсе 30 минут уақытыңыз кетеді. Осылай тефтели мен голубциді чередовать етіп саламыз. Қалған тефтелиларымызды ортасына саламыз. И үстінен картошкамызды тастаймыз. Одан кейін үйде бізде брокколи, капуста қалып кеткен екен. Мен сонда қосып жібердім. Үйде қалып кеткен сәбіз, болгарский, тоже сондай асқабақ қоссаңыздар да болады. Өздеріңізге қалай ұнайды, солай жасасаңыздар болады. Біздің үйде брокколи, менің брокколиді салған себебім, мен 9 айлық қызым бар. Соған картошка мен брокколиді кешкі тамақ беремін. Сондықтан сол брокколиді салдым. Осылай қайнаған су құйып, кішкене дәмдеуіштерді салып, өзіңізге ұнаған дәмдеуіштерді салып, 30 минут қайнатамыз. 15 минуттан кейін голубциімізді аунатамыз. Және аунатып, қайтып 15 минут қайнатамыз. Бар жоғы 30 минут уақыт кетеді. Міне, бір бұрқылдап қайнағаннан кейін мен жаңағы үйдегі бар брокколиді салдым. Осылай қайнайды. Осылай қараңызшы, өте дәмді. Осылай аунатып алсаңыздар болады. Мен бір арнайы рецептпен түсірмеймін. Үйде не зат бар, сонымен тамақ ұйымдастырам. Енді осы тамақтың атын қалай жазсам деп отырмын. Міне сіздерге қараңыздар. 4 голубцы, 4 тефтели, сіздің 2-3 картошкадан осылай салып, бір порция қылып, балдарыңызға үйдегі үй ішіңізге осылай дайындап берсеңіз болады. Өте жеңіл әрі дәмді.